Бәріне сәлем достар, сіздермен қазақша шағын каналы, және де бүгін мен сендерге балалар арнасын қалай қоюды үйрететін боламын. Балалар арнасында ақтар екі қолдың жүреді, центр жаулау үшін. Қалалар ебес қолдың жүреді, олар да центр жаулау үшін. Ақтар бәзірмен ашпес қолдың жүреді, келесі қодта жауынгерді жер үшін. Қалалар атпен салты жүреді. Не үшін? Себебі жауынгерді қорғайды. Ақтар пілмен сытырс қолдың жүреді. Қалалар атпен F6 қолдың жүріп, уәзірге шабуыл жасайды. Осы кезде уәзір F7 нүктесіндегі жауынгерді жеп, балалар матын қояды. Осы жағдайды артқа шегеріп көрейікші. Егер де осы кезде олар жауынгерді қорғамай, біздің уәзірге жауынгермен шабуыл жасаса, біз келесі ходта оның қорғансыз жауынгерін алып, екілік соққы жасаймыз. Ол келесі ходта уәзірмен қорғаса да, пілмен қорғаса да, біз оның ладьясын ұтып аламыз.